жақсы білесіз ғой, камера өмірдегіндей көрсететін. Қалай? Камера өмірдегіндей көрсетпейтінін сіз жақсы білесіз. Типа өмірде әдемімін деп тұрсың ба сонда? Жалпы сен бәрімізді эфирдегі. Сен негізі сен көзің әдемі негізі былай. Негізі қыз баланың көзіне ғашық болу керек екен да. Ең қартаймайтын нәрсе көз екен ғой. Көз қартаймайды екен. Ол сізде айтылады. На көз қыз баланың қартаймайды. көзіне ғана ғашық бол. Қалай? Қалай дейсің? Көзіне ғана ғашық бол. Аха, мен айтушы едім ғой. Қыз бала. Сосын бүйтіп айтқан цитатам есіңде ма? Ер азамат жүрек бір-ақ адамды жақсы көреді, ал көз болса жан-жаққа қарай береді деп айтқан. Бля, соны қалай айтып едім, ұмытып қалдымшы. Не деген сөздер деймін да? Мехригүл ханым, Мадина. Достар, екі снайп, бірдеңе берсеңдерші, айналайындар. Бірдеңе беріңдерші. Ё-ма, нячко, ну. Саңна келді. Ой, көзің әдемі, сөзің әдемі. Задание дейді. Қомаши заданияға кетіскен жоқ ғой. Мен задание бере бересің ба? Анау жынды ғой. Ұтсам айтқым деп кете береді екен да. Задание деп қояды. Ұтсаң бәле, Қандай задание айтсам екен? Не айтайын деп тұр едім мен саған бірден. Өнім задание орындасын деп жатыр. Бұдай нәрсеге дейін айтама, не? Гүлназым, мынандай бар екен, короче. Дұрыс, мынандай бар екен. Мынандай вакуум бар екен да. Анаға, короче, жатасың тура осылай. 10 жылдан кейін, 10 жыл жатсаң болады, 5 жыл жатсаң болады. 10 жыл жатып, короче, шықсаң тура осындай түріңмен тұрасың ғой. Бүйтем ба енді? Жоқ, вообще сол дұрыс па негізі? Мысалы, мен өзім бір 20 жылға жататын едім. 20 жыл емес, 20 жыл көп болып кетеді. 10 жылға жататын едім. 10 жылға жатам, прям 30-дан ба, 30-дан. Осылай жатам, 30-дағы жасымнан, тура осындай жасымнан шығамын ғой. 30-да. Ол кезде сен уже 36-та боласың, мен 30-да болып тұрам. Шығам, Гүлназым әпке дедім. Сол баяғы көре ма? Қиял болсаң, Келе, давай, соңғы батыл ойнап жүрейік. 10 жыл жатса несін? Қызбен жүргім келіп кетті ош. Достар, не істеймін? Просто бар ғой, мен махаббатта қазір қатты баспен кеттім емейші. Достар, лайк басайық. Оны айта алмайды ғой ол. Жоқ, мен күтеймін ғой мен. Немене өз-өздеріңмен сыбырласып жатсыңдар, Сізді отырып алып жағанда отырып қалдыр. Ақтөре әсемді ұмыттың ба дейді. Ой, бәлі, әсемді. Бұлай айтайын, достар. Мен ол арақатынас бастамай тұрып, біз айырылысып кеткенімізге 6 ай болған. Дұрыс па? Так что давно ұмытқам ғой. Бірақ Ақтөре қашан махаббатқа баспен кетеді? Қалай? Қашан махаббатқа баспен кетіп еттің? Махаббатқа 22 жасымда кеткем. Қайынша келгісі, Оған. Достар, лайк басамыз, каждый адам, достар. Не деп айтайын, не деп айтайын.
мысалшы Гүлназым мынандай болса, прикинь, мынандай ұсыныс істе. Сен және Меруерт екеуіңді бірден алам десем, тұрмысқа шығатын мен? Пожалуйста, алсай Меруертті. Жоқ, вообще деймін, екеуіңді бірге. Өзім шығам ба, соны сұрап отырсаңызшы. Біреумен қосып емес. Жоқ, бірге алсам қалай бола ма? Оған қарсысымын негізі, вообще деген екі адам сұрады. Бірінші мені алып алыңыз. Достар, мынандай берейікші, мынандай достар. Мынандай достар, екеуі мынандай. Не істейді? Не дейсің, бірінші немене? Екеуі түгілі бірінші мен тием ба, соны біліп алыңыз. Қасын қатты жақсы көрдің дейді. Кімнен? Әсемді или Аиданы или Меруертті. О, Симми, досым, абрикосым. Қалай? Қасын қатты жақсы көрдіңіз. Конечно, әсемді. Бірақ не істеймін сұрақ. Қалай кімді қалай қатты жақсы Ол көрдің? мен өзім жауап беріп қойдым. Жоқ, кімді дейді? Сізге бір адамды қарқ қылғаш дейді. Мен, короче, каждый сезонда мен 2-3 қызбен жүреді екенмін. Гүлназым бар кезде Альбина, Гүлназым, тағы бір қыз болған. Мына сезонда Меруерт. Мына сезонда, алдыңғы сезондарда 4 қыз болған ғой, прикинь, Аида, Қымбат, Хадиша и ана кісі. 4 қыз болған ғой. Кейде ойлап қоям, таңдаудан қателестім ба деп. Мәсіл. Бірінші әйелге ол 5 бақытын ұстасын. Екінші әйелге үшін рахат өзін. Олардың мауысы көп береді. Достар, лайк басамыз. В общем, солай болып тұрған мен қысқасы. Көзің әдемі, сөзің әдемі. Достар, лайк басам. По-любому ондай болады. Жаңа Гүлназым Ұзақ отношение болған адамда ондай болады. Мал болдым дешті, жындымаш. Сен немене ана жақтан мен үшін жауап беріп жатсың, бір бәрі ұзақ ара қатынаста ондай болатын деп. Қумаш өтініш. Ақтөре обалың жоқ екен ғой дейді. Қанша қызбен жүргенсің үш? Жүргенде ол ше, қалай айтсам болады. Бәрін айтып жатсыз ғой мысалға. Сізге шынымен жақсы көріп жүргеніңіз бір бөлек, эфир үшін жүргеніңіз бір бөлек. Қалай? Шынайы жақсы көріп жүрген бір бөлек, эфир үшін жүрген бір бөлек. Эфир үшін де шынайы заодно бірге жақсы көрген де бір бөлек. Негізі бір бөлек, коммерческий болып жүрген бір бөлек қой, бәрінен. Негізгі махаббат дейді. Вау! Спокойной ночи! Шпин набаған соң. Жоқ анау сен шпин. Симми бөлексің ғой. Бөлексің. Ондай бола ма не? Өстіп, короче, нандайынан бұны снайд деп айтады. Ты что, один дейді? Сонда маған бергенде сіз ақ қоясыз ба? Үш виннің бәрін ақ қоям сен ұтқан. Мехригүл. Бағанағы ұтқандарым ма? Ага. Ты что, один дейді. Не понял вас. Сен жүрегі ма? Жоқ, одан бетер ғой. Короче, нандай ғой. Негізгі махаббат дейді. Негізгі махаббат неге дейін басталады дейді. Сол рас па? Симми, рахмет. Вы вместе дейді? Нет. Мы, короче, с Гүлназым екеуміз негізі сөйлеспей кеткенімізге басшы шынды ма? Мен деп қырсығып отыр, но? Анам басым қиын ба? Басшы. Басшы айта берем. Айтып атсаңшы, сосын кіреміз қазір. Короче, Гүлназым екеуміз сөйлеспей кеткенімізге примерно 3 жылдай болды, е? Бұны көрмегеніме 3 жыл болады, содан бір кезде Нона деген қыз бар, соны туған күніне шақырады ғой мені, короче. Ол кезде менің басым бос па, бос емес па білмеймін.
ұрысып қалған кезім ба білмеймін уже. Сөйтіп туған күнге барсам осы кісіні көремін ғой. Қайсаны мен қасыма отырып алған кезіңіз ба? Ой жоқ, сен келіп менің қасыма келіп отырдың ғой. Деп отырып алған кезіңіз, иә? Сөйтіп, короче, сол кезде бүйтіп енді сөйлескен жоқпын қатты, жақындатпады енді. Қойыңыз, ары отырыңыз, ана видеоға түсіп қалмайық енді, білесіздер ғой енді. Видеоға түсіріп салып жібереді, сол жаман ойлап қалмайын, араларыңызға түскендей болмайын деді. Хорошо, жоқ, дедім да андай. Сыйластық танып сөйлестік та болды, қатты емес. Содан сөйтіп, короче. Сөйтіп мен Түркістанға барамын ғой, сөйтіп. Түркістанға барғанда жолда Түркістанға жетпей машинам баллон жарылады ғой. Сосын звондаймын достарыма. Ешкім жоқ. Сосын Гүлназымға звондаймын. Гүлназым бір баллон алып келіп, мен баллонымды ауыстырып береді ғой деген. Сөйтіп баллонымды ауыстырып беріп, Түркістанға барып маған ыстық шай, тамақ алып береді. Қызармай айтады ғой. Ергезі. Вы очень похожи дейді. Негізі бір-біріне ұқсайтын адамдар бақытты болады дейді ғой достар. Бір-біріне ұқсайтын адамдар үйленсе, тұрмысқа шықса, бір-біріне үйленсе, солар бақытты болады екен. Ал егер де давай басшы. Басайын ба? Бас ауыз. Достар, лайк басамыз каждый адам. Өзіңе деймі. Чүмка татен қуаныш дейді. Ой, жаным, мен мамам қашан келін көреді екем деп жүрген шығар. Келін алсам бар ғой. Мамамның аяғын ыстық суға салып, аяғын күнде езіп отыратындай қылмаса. Аяғын сипалап отырады. Деді ғой, айны көрдің ба достар? Мен осы сұрақты қойған кезде біраз қыздар фуп-фуп ет секіріп кеткен. Қашан сондай қыз табам, сол кезде үйленем. Менің анамның аяғын ыстық суға салып отыратын. Чотам. Жансая не болды дейді? Жансая мен досым. Абрикосым. Айтпадыңыз ба не оны историяда? Айтпадым, енді айтам. Жансая мен кеше сөйлескенмін. Кеше сөйлескенмін, соны айтып едім. Аха бір жолығып бір. О, нокым. Жолығып бір, короче, не істеймін ғой. Bir çay içip sonra